Жібек құрт пен жауын құрт. Сүлеймен патша Саба елінің ханшасы Былқысты айттырып, елші жібереді. Былқыс елшілерге жақұт тастар беріп, Сүлейменнің пайғамбар екені рас болса, мына тастарды қол тегізбей тессін. Перінің де, диюдың да саусағын тегізбей жіптен өткізсін. Сосын алдыма келсін. Сонда ғана адал жары боламын, дейді. Сүлеймен не істерін білмей қиналады. Сонда Алла тағала оған екі құртты көмекке жібереді. Бір құрт жақұтты кеулеп теседі, екіншісі оған жіп өткізеді. Сүлеймен оларға риза болып, не тілейсіңдер дейді. Олар: адам ұрпағына игілікті қызмет еткіміз келеді, бізге жер бетінен жай бер дейді. Қалауларың болсын деп Сүлеймен дұға жасайды. Сол сәтте бір құрт жауын құртына айналып, жерді тесе бастайды. Қатты топырақты жеп, қопсытып құнар береді. Адамның бау-бақшасы осының арқасында тез гүлденетін болыпты. Екіншісі жібек құртына айналды. Ол тұт ағашын қорек етіп, жібек өндіреді. Адам ұрпағы содан бастап жібектен киім киіп, сән салтанаты арта түседі. Жібек киімге биттер түспейді екен. Сондықтан жібек көйлек тазалықтың кепілі саналыпты. Ертеде Шың елінің ханшайымы тұт ағашының көлеңкесінде шәй ішіп отырады. Бір кезде кесесіне жібек құртының пілләсі түсіп кетеді. Ханшайым пілләні қалқып суын сығады. Байқап көрсе, піллә жіп сияқты тарқатылады екен. Ханшайым оны иіріп алады да көйлек тоқиды. Осылайша жібек мата пайда болады. Кейін бұл мата Еуропа елдеріне тарап, ұлы жібек жолын жасапты. Бір күні түркінің бір батыры Шың еліне қыдырып барады. Сол жақтағы қолаң шашты қызға үйленеді. Қыздың шашын 40 өрім етіп өргізеді де, әр өрімнің түбіне бір, ұшына бір жібек құртын тығып, 80 жібек құртын еліне алып өтеді. Сөйтіп мата жасаудың құпиясын ашады. Осыдан бастап қыз келіншектердің бұрымын ұсақ етіп өру дәстүрге айналыпты.